Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ең алғашқы тақырып біздің айналамыздағы ақпарат. Біздің бүгінгі үйренетініміз бірінші ақпараттың ұғымын тереңірек түсінеміз, екінші ақпараттың түрлерін ажыратуды үйренеміз. Ақпарат дегеніміз бұл біздің қоршаған ортамызда болып жатқан барлық өзгерістер, құбылыстар, үдерістер және солар туралы мәліметтер. Ақпаратпен жасалатын әрекеттер іздеу, қабылдау, өңдеу, сақтау, жеткізу. Ақпараттың көзі бұл қоршаған орта. Енді ақпарат ұғымын тереңірек түсіну үшін ең алдымен біз ақпараттың түрлерін ажыратуды білуіміз керек. Келесі суретке назар аударыңыздар. Бұл жерде біз ақпаратты адамның қабылдауы, яғни сезім мүшелері, ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдаймыз. Адамда 5 түрлі сезім мүшесі бар. Көру, есту, иіс сезу, дәм сезу және сипап сезу. Көру арқылы біз визуалды ақпараттарды қабылдаймыз. Есту арқылы біз аудиалды ақпараттарды қабылдаймыз. Иіс сезу арқылы, иіс сезу рецепторлары арқылы иіс сезімдік ақпараттарды, дәм сезу рецепторлары арқылы дәм сезімдік ақпараттарды және денеміз арқылы, яғни сипап сезу қолдарымыз арқылы, теріміз арқылы біз тактильді ақпараттарды қабылдаймыз. Енді осыны жеке-жеке тоқтала кетсек. Көру мүшесі арқылы, яғни көзіміз арқылы біз визуалды ақпараттарды қабылдаймыз дедік. Визуалды ақпараттар бұлар нелер? Визуалды ақпараттар дегеніміз біз көзбен көретін ақпараттар. Олар қандай ақпараттар? Яғни қимыл дегеніміз, яғни қимыл, көрініс, көзімізбен көреміз, қозғалыс, би, яғни адам билеп тұрса, біз оны естімейміз, біз оны көзбен көреміз. Және түстер, әртүрлі түстерді біз көзімізбен көріп ажыратамыз. Көрініс, яғни айналамыздағы көрініс және қимыл қозғалыстарды, би, түстер, осы сияқты ақпараттарды біз көзбен көреміз. Бұларды визуалды ақпараттар деп атайды. Ал аудиалды ақпараттар, олар қандай ақпараттар? Аудиалды ақпараттар дегеніміз құлақпен еститін ақпараттар. Яғни музыка, құстардың сайрауы, бақалардың бақылдауы және техникалық дыбыстар болуы мүмкін. Тарсыл, гүрсіл, соққы және шу. Бұның барлығы дыбыстық сигналдар түрінде біз құлақпен қабылдағаннан кейін бұлар дыбыстық ақпаратты береді. Мысалға, есікті біреу қағып тұрса, біз үйге біреудің келгені жайында ақпарат аламыз. Далада тарсыл, гүрсіл естілсе, біз бір заттардың құлағаны не соғылғаны жайында ақпарат аламыз. Сол сияқты адамның дауысы аудиалды ақпаратқа жатады. Бізде тағы тактильді ақпарат. Тактильді дегеніміз біз денемізбен, терімізбен, қолдарымызбен, яғни сипап сезу арқылы алатын ақпараттар. Ол ақпараттар қандай?
ол қоршаған ортадағы ауа райы болуы мүмкін. Мысалға, біз денемізбен күннің суықтығын немесе ыстықтығын сеземіз, ауаның ылғалдылығын сеземіз, жауынды сеземіз. Және біз қолымызбен ұстау арқылы әртүрлі денелердің пішіндерін сеземіз. Осы сияқты ақпараттарды тактильді ақпараттар дейді. Сипап сезу арқылы алатын ақпараттарды. Иісті біз иіс сезу, яғни мұрнымызбен және иіс сезу рецепторлар арқылы сеземіз. Ал дәмді біз дәм сезу арқылы, яғни дәм сезу рецепторлары арқылы қабылдаймыз. Бұны дәм сезімдік ақпараттар дейді. Тамақтың дәмі, әртүрлі заттардың өзінің дәмі болады, сол сияқты әртүрлі заттардың өзінің иістері болады. Осылайша біз 5 сезім мүшесі арқылы қабылдайтын ақпараттарды 5 түрге бөлдік. Көзімізбен көретіндерді визуалды, құлағымызбен еститіндерді аудиалды, немесе қысқаша аудио, визуалды, қысқаша видео деуге болады. Иіс сезімдік ақпарат, мұрнымызбен қабылдайтын және тілімізбен қабылдайтын дәм сезімдік ақпарат, және қолымызбен, денемізбен сезінетін тактильді ақпараттар деп бөлдік. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл жерде ақпаратты ұсынылуы бойынша 5 түрге бөлінген. Яғни біз ақпаратты тарататын болсақ, осындай 5 түрге бөлеміз. Тарату бойынша дыбыстық ақпараттар деп бөлеміз, графикалық ақпараттар деп бөлеміз, мәтіндік ақпараттар деп бөлеміз, сандық ақпараттар деп бөлеміз, және аралас ақпараттар деп бөлеміз. Бірінші дыбыстық ақпараттарға тоқтала кететін болсақ, ол дауыс, музыка, жәнегі техникалық дыбыстар, тарсыл, гүрсіл, соққы деген сияқты. Сыбыр, шу, бұл дыбыстық сигналдар мен дауыстар, яғни музыкалар, бұлардың барлығы табиғаттағы дыбыстар, құстардың сайрауы, жәндіктердің дыбыстары. Бұлардың барлығы дыбыстық ақпараттар деп шығады. Дыбыстық ақпараттар адамдардан және компьютердің колонкасынан шыққаннан кейін дыбыстық толқындар арқылы таралады. Осы дыбыстық толқындар арқылы таралатын ақпаратты біз дыбыстық ақпараттар дейміз. Келесі графикалық ақпараттар. Олар қандай? Олар сурет түрінде, сызба түрінде, чертеж, плакат, фото, баннер түрінде салынып таралатын ақпараттар. Бұларды адамдар қолмен салады немесе компьютермен жасайды. Және шығарады бұларды әртүрлі қағаз беттеріне, плакаттарға, принтер арқылы шығарамыз. Не қолмен салып береміз, карандашпен сызамыз. Келесі үшінші мәтіндік ақпараттар. Бұл қандай ақпараттар? Бұл әрине жазу арқылы, яғни әріптерді пайдаланып қаламмен немесе компьютермен жазылған ақпараттарды айтамыз. Олар хат болуы мүмкін, рецепт болуы мүмкін, не газетке жазылған мақала болуы мүмкін, немесе кітаптармен таратылған әдеби қолтаңбалар болуы мүмкін. Әңгімелер, роман, повесть, өлеңдер, мақал-мәтелдер әртүрлі. Бұларды біз қолымызбен, қаламмен жазып таратамыз, немесе компьютерде жазып принтермен шығарамыз. Келесі сандық ақпарат. Бұл сандармен берілген ақпараттар. Өзі аты айтып тұрғандай, сандық ақпараттар деп аталады. Келесі бесінші аралас ақпарат. Бұл аудиалды, яғни аудио мен видеоның бірігіп таратылуы, яғни визуалды. Қимыл қозғалыс пен аудиалды, яғни дыбыстық ақпаратты қосып
кино түрінде, клип түрінде, мультфильм түрінде таратылған ақпаратты аралас ақпарат дейміз. Осылайша біз ақпаратты екі түрлі классификацияладық. Бірінші, ақпаратты қабылдау бойынша 5 түрге бөлдік. Екінші, ақпаратты тарату бойынша 5 түрге бөлдік. Осы екі ақпараттың классификациясын бір-бірімен шатастырып алмай, терең мән мағынасына терең үңіліп, ажырата білулерің керек. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Білімленд платформасындағы жаттығуларды жасай берулеріңізге болады. Сау болыңыздар.